Балған, осы қалай ойлайсың, қашанға не ішіп жүре береміз? Мен көз майым тауысып 5 жыл университетте не үшін оқыдым, не үшін білім алдым? Досым, осы сұрақты қойып келе жатқанға қанша жыл болды? Оны ойлана бергеннен ешқандай пайда жоқ. Пешенеңе жазылғанын көресің де енді. Осы пешенеңе жазылған көресің деп атам заманнан келатқан ұғымды қашан қоясың? Адам деген сәл әрекет жасау керек қой, алға қарай ұмтылу керек. Сол кезде бір нәрсе шығады. Пешенеме жазылған осы екен деп жүре берсең, ештеңеге қол жеткізе алмайсың ғой. Әрекет жасағың келсе, біреу саған қой деп жатыр ма? Ілініп салып жүргің келмесе ақыры. Дипломың бар, білімің бар. Қазір диплом мен білімге қарайтын заман емес қой. Ондай болатын болса, мен давно көтеріліп кететін. Қазір сенің біліміңнің салмағына емес, мына қалтаңның салмағына қарайтын заман болды ғой. Енді оның жағын бәрін өзің біліп тұрсың ғой. Кейде ойланып, күйіп кетесің да бар ғой. Ішің күйсе де, күймесе де сол амал жоқ. Ең бастысы, ұрлық қарлық жасап жүрген жоқпыз. Нәпақамызды адал еңбегімізден тауып жүрміз. Онысына да Құдайға шүкір. Саламатсыз ба, Гүлжан апай, келіңіз. Қалайсың, Салтанат? Жақсы, аман, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, рахмет. Кірсеңізші ішке. Ой, жоқ, мен асығыс едім. Бір жерге кетіп бара жатыр едім. Салтанат, пәтердің ақысын не істедіңдер, таптыңдар ма? Білесің ғой, менде уақытылы төлеуім керек, сендер уақытынан асып кеттіңдер. Кредитім бар, төлейтін. Я, Гүлжан апай, кішкене сабыр ете тұрыңызшы, өтініш. Жақын арада төлейміз. Айдос келсін, екеуміз ақылдасып, сізге бір хабарын айтайық, я? Айналайын, Салтанат. Менің де басымнан қиындықтар өткен. Сендерді де қинағым келмейді. Оның үстіне менің де төлемдерім бар, төлейтін, білесің ғой. Я, түсінемін ғой, Гүлжан апай. Бірақ өтініш бізге кішкене бір уақыт беріңізші, я? Жарайды, онда 1-2 күн күте тұрайын. Бірақ 3 күннен кейін дайындап қойыңыздаршы. Я, хорошо, рахмет. Жақсы, онда сау бол, Салтанат. Сау болыңыз. Қой досым, күн кешкіріп қалды. Қайтайық. Бүгін жұмыстың мәнісі болмады ғой. Мүмкін ертең қолымыз жүріп кетеді. Кеттік жүр. Ау, Салтанат, не болды? Жоқ, бүгін қатты жұмыс болған жоқ. Азынаулақ бар, я. Қант пен майма. Жарайды, қазір алып барам. Жақсы, досым. Мен дүкенге кіріп шығайын, ертең жолыққанша. Болды, жарайды досым. Сау бол. Салтанатқа сәлем айт. Бәлкім біз үйге жүресің, тамақ ішіп кішкене әңгімелесіп дегендей. Жоқ досым, сөйлесің, бара бер. Мен де ертең үйге баруым керек. Білесің ғой, анашымды соңғы кезде денсаулығы болмай жүр. Жақсы, анаңа сәлем айт, сауық бітсін. Жақсы. Рахмет жаным, болдым. Тамағың өте керемет болыпты, Салтанат, рахмет. Ас болсын, жан. Кішкене еттің болмай тұрғаны, бесе бұдан да дәмді қылып істеп берер едім. Сенің қолыңнан ішкен қара сумен жеген қара нанның өзі мен үшін өте дәмді ғой. Сәл шыдашы, бәрі жақсы болады. Екеуміз қол ұстасып бұл қиындықтардың барлығын өтеміз. Айтпақшы, бүгін пәтердің иесі Гүлжан апай келді. 3 күннен кейін қайтып келем дейді. Пәтердің ақшасы дайын тұрсын дейді. Не істейміз, Айдос? Бір мәнісі олар, уақыты келгенде көреміз. Айтпақшы, сен бір жұмыспен сөйлестің деп жатыр едің ғой. Хабарластың ба? Я, барып келдім ғой. Бірақ ол жақта тәжірибесі бар адамдар керек дейді.
Басқа варианттар бар енді, соған барып көрем ертең. Жарайды, мен шаршадым. Барып демалайыншы. Жұмыс істегеннен қарағанда жұмыс істемеген адам қаттырақ шаршайды екен ғой. Рахмет саған. Қысқасы жігіттер, мына қойманы тазалау керек. Уақыт тығыз. Кешке жаңа товарлар келеді. Мынаның ішін жақсылап дайындап қою керек. Болды, түсінікті. Түсінікті болса іске кірісіңдер. Мен бір-екі шаруалармен қалада боламын. Бірдеңе қажет болса охранаға айтасыңдар. Жарай ма? Жарайды. Жақсы. Не тұрс? Ұрыста тұрыс жоқ. Саламатсыз ба, қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Мен жұмыс жөнінде келген едім. Қазір осы жерде күте тұрыңыз, мен администратор шақырып келемін. Сәлеметсіз бе? Сіз де жұмыс іздеп келген? Иә, саламатсыз ба, мен едім. Мен есімім Алия, осы салон администратор боламын. Бізге маникюр жасайтын, тәжірибесі бар мамандар қажет деген болатынбыз. Сол бойынша ғой, иә? Иә, сол хабарландыру бойынша келген. Жақсы. Бұл жұмыста қанша жылдық тәжірибеңіз бар? Енді бір күшті тәжірибем бар деп айта алмаймын, бірақ бір жылдай салонда жұмыс жасағам. Жақсы. Қай салонда жұмыс жасадыңыз? Қалада емес ол, бірақ өзімнің ауылымда өскен. Жақсы. Бізді білесіз бе? Біздің салон өте қымбат әрі сапалы қызмет көрсетеді. Оның үстіне біздің клиенттеріміздің басым көпшілігі ауқатты, бай, танымал адамдар. Сондықтан да бізге негізі тәжірибесі бар маман қажет еді. Түсінікті. Жұмысымызды байқап көрейік. Кешке дейін салонда қалыңыз. Егер жұмысымыз ұнап жатса, біз сізді қуана-қуана қабылдайық. Жүріңіз. Так. Сенікі. Жарайсыңдар жігіттер. Араларында біреуің электрик емессіңдер ма? Бастың үйінде кішкентай бір электриктің жұмысы бар еді. Азғанда айтқан есіне шығып кетті меніңше. Міне, Айдос, нағыз электрик десеңіз электрик, сантехник десеңіз сантехник. Қолынан келмейтіні жоқ. Точно ма? Істей аласың ба? Иә. Дұрыс болды жігіттер. Бастықтан ұрыс естейін ба деп ем. Онда жүр кеттік. Бірақ мен құрал саймандарымды алған жоқ. Құрал сайман сол үйден табылады. Ең басты істейтін адам керек. Кеттік. Сен не істейсің? Мені қайтесің? Сен одан қайта бара бер. Мен үйге қайтайын. Анашым да үйде жалғыз. Давай. Кеттік, жүр.
Сәлеметсіз жеңше. Қалайсыңдар, Руслан? Не алдың, қоймаларды реттеп тазалап қойдың ба? Я басеке, кешке келетін жаңа товарлар орын дайындап қойдым. Дұрыс болыпты. Мынау электрик па? Я, электрик қойдым. Кешсін товарлар келеді. Бәрін есеп қисабын алып, маған өзіме бересің ғой? Болды басеке. Жақсы. Жақсы. Бауырым, сен бүгін үлгере алмайсың ау. Ертең жалғастырасың ау, кеш болып кетті. Неге солай дұрыс болатын сияқты. Әлі біраз жұмыстар бар. Егер бастан қарсы болмаса, ертең келіп бітіріп берейін. Болды онда, мен басты қайтып көрейін онда, я. Бауырым, сен бүгін қайта бер. Бірақ ертең ертерек кел, хорошо? Бәрін бітіріп тастайық. Болды, түсіндім. Болды, давай, жақсы. Келдің бе Айдос? Неге кешігіп кеттің? Ерігіп жүрген жоқпын ғой, Жан. Жұмыстан келе жатырмын. Білем ғой, Жан. Жай сұрап жатырмын ғой. Қолың жуып, дастарханға келе бер, тамақ дайын. Айдос, менің күшті жаңалығым бар. Қандай? Мен жұмысқа тұрдым ғой. Қойш, қай жерге? Сұлулық салонына. Таңертең барғанмын ғой. Менің жұмысымды кешке дейін тексерді. Жұмысым ұнаған сияқты. Ертең таңертеңнен бастап келе беріңіз деді маған. Қысқасы былай болды ғой. Таңертең жұмысқа бардым.
Айдос? Айдос деймін. А? Сен мені естіп отырсың ба өзі? Естіп отырмын, неменеге естіп отқан жоқпын. Естіп отырмыз ғой. Саған ештеңе қызық болып жатқан жоқ сияқты ғой. Салтанат, мен шаршадым, демалым. Айдос, ештеңе жеген де жоқсың ғой. Болдым.